Не болды? Мен білмей қалады деп ойладыңдар ма не? Или кім районда старший екен ұмытып кеттіңдер ма? Мен Муха братандарың старший. Естеріңде болсын, түсінің ба? Бұлай қайталанбайтын болсын. Қазір тұра тұршы, мен сендермен сөйлесем. Бергел. Мен ба? Енді? Амандасуға болмай ма, не келіп? Кеп тұр қой енді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Чо там, қай районынан боласың? Восток. Восток? Қисық, Бақа деген братандарың ба? Жоқ, танымаймын олар. Қойш, районский темада жоқсың ба не? Жоқ, местный емеспін. Қойш, онда біздің группқа қосылсай, телефонын берші, номерім жазып берем. Керек емес. Берсе телефон, жазып берейінді. Атың кім сен? Муха. Шын атың? Оның не керегі бар саған? Муха братан дей берсей? Мұхаммед деген сөзден шыққан ғой, не болса да. Сен нормаль жігітсің ғой, Муха. Атыңды пайғамбарымыздың жақсы үмметі болсын деп қойды ғой сен. Дұрыс па? Не мына жүрсің? Не маған понятие жевать етейін деп атсың ба не? Өзім білем ғой қайтып жүрсем де. Өзің білесің ғой, бірақ өмір сен еркелігін көтермейді білесің ба? Керек десең ана ішіңдегі принциптерін бәрін сындырып, өзінің системасымен жүргізіп қояды ғой. Сен маған өмір деп әңгіме айтпай қойшы. Именно кім жүргізеді мен? Мен қасымда мынандай бауырларым тұрғанда. Кім мен өзінің системасымен жүргізіп қоятын? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум әссәлем. Қай жылғысыңдар? 2000-біз. Не болды? 2000 біз деңдер. Армияға барғансың ба? Тоқта! Ма. Орыс ағайындар айтпақшы. Магдавенная карма деген осы болған. Аға мен инвалидтің жарамай ма армияға? Қазір оны барып тексеріп сұра. Мамашке айтып берейші, хотя магазинге жіберіп еді мен. Жіберіп кетті. Аға, өтініш жүрмей-ақ қойыңызшы. Жүрмей-ақ қойыңызшы, аға. Жүрмей-ақ қойыңызшы, қалайсыз, аға. Негізі есіме түсіргім келген жоқ еді. Бірінші кешірім сұраймын. Барлығы үшін. Менің інім болатын. Қатты жақсы көрген. Сол інім ауырып екі бүйрегістен шықты. Үйдегілер не болса соны жегізе беретін. Кола, горилла бар ма, чипсы. Бауырымның бүйрегін ауыстыру үшін донор іздедік. Жақындарымыздың тек әкемдікі ғана сәйкес келді. Әкем көп арақ ішетін.
арақ ішкен кезде бізге артық сөз сөйлеп қоятын. Бабамды қатты жақсы көретін едім. Тек сау кезінде ғана. Айтқан сөздері көңілімде қалып кетеді. Ішімде сақтап, соның бәрін жүре беруші едім. Енді ойлаймын ғой, әке деген өзінің туған баласының ренішін ба, наласын бәрін көзінен оқитын шығар деп. Аға, қалай айтсам болады, сіздің бүйрегіңіз бәрі сәйкес келіп тұр. Қан сараптамалар бәрі сәйкесінше. Бірақ бір кедергі болып тұр. Сіз алкогольдік ішімдік көп ішетін бе едіңіз? Сондықтан сіздің бүйрегіңізді сала алмаймыз. Басқа адам тез арада іздеңіздер. Сәйкес келетін бүйрек іздеп жүргенде інім де қайтыс болды. Алла алдынан жарылқасын. Інімнен айырылып болған екен. Арағын тастады. Намазға тұрды. Бірақ өмірімдегі ең жек көрінішті адам ол менің туған әкем болып қалды. Осы нәрсенің бәрі не үшін? Осы күнге дейін бізге қандай әкелік қамқорлық көрсеттіңіз, айтыңызшы. Біз үшін маңдай теріңізді төгудің орнына ар жақта сіз ішімдік ішіп жүрдіңіз ғой. Өзіңіздің денсаулығыңызды құртып. Осының бәріне сіз кінәлісіз. Барлығы сіздің кесіріңізден болып жатыр. Інім емес. Оның орнына сіз өлуіңіз керек еді. Мен сол күні білмеймін, ашуға ерік беріп қойдым бар ғой. Не сөйлеп, не қойғанымды да білмеймін даже. Білем, әкем де ауыр, маған да ауыр болып тұр. Но өз-өзімді ұстай алмадым бар ғой. Қалай болса солай сөйледім. Қазір сол сөздерімді есіме түсірсем бір... Неге сол сөздерді айттым екен деп ойлаймын. Мен сол жағдайдан кейін әкеммен сөйлескен жоқпын. Еркелегім келеді. Құшақтағым келеді. Сол кезде айтқан ауыр сөздерімді есіме алсам, ішім өртеніп кетеді бар ғой. Содан кейін олай сөйлеп, біреуге зиянымды тигізгенше, одан да сөйлемей-ақ қойғаным дұрыс деп шештім. Солай енді өз-өзімді жазалағым келді. Білем, сынақты тек басына түскен адам ғана түсінеді. Бірақ өмір тоқтап қалған жоқ мен. Қателікті түзетуге әр уақытта да мүмкіндік бар. Мүмкін әкеңнен кешірім сұрағың келсе де сұрай алмайтын уақыт келіп қалсыншы. Құдай сақтасын, сонда өмір бойы сөйлемей қалып кетесің бе? Иә, білем, түсінемін ол нәрсе.
кешірім сұрағым келеді менде. Білмеймін, бірақ мына жерімде бірдеңе жібермейді. Сонда осы уақытқа дейін бәрін естіп келдің бе? Иә. Айтпақшы, маған сенің даусың ұнайды. Бір ән айтып берші. Жазда тамның ауылына барып едім қыдырып, бір қошақан алдымнан шықты ойнақтап жүгіріп, ақ маңдайлы ай мекен, шекер мекен, бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Жүп болсын ба? Айтпай қойын, жүп болмай айтпай қойын ба? Мақұл. Айтпаймын ба? Вообще. Сұрасаң да айтпаймын. Тоқта. Сонда осы уақытқа дейін шынымен бәрін естіп келгенсің ба? Иә. Құлағым естіді ғой енді. Тоқта, құлағың естісе, кәдімгі қатты ести ма құлағың? Қатты естиді. Ой. Оны да естідім. Нені? Соны. Өзің де біліп тұрсың ғой енді. Ондай болып тұрады. Е. Не болды сонша ұялып? Жоқ, ұялып. Қызарып кетті ғой. Зато еще. Шында. Кетші. Адам сондай нәрсе айта ма? Өзің шаппасы құлаймын ғой, түстейме, қаш шауып құлатам мен. Ел жұрттан ұят қойып қойсайшы, қатыне ұят қойымын тұрысымыз. Мен де әйел болсам да менде бір кісідей мінезім бар. Сен не сүмірейіп айтқанын тыңдап жүре беруім керек па мен сонда не? Балтаңы таста, түсем бол, балтаңы таста. Болды қойсай, сабырға келсей. Өйтіп өзі билігін жүргізбе маған. Мен не, саған құл емеспін ғой? Балаңды тұп бергенді вообще айтпай-ақ қоя салайын. Шаппасы, құлаймын ғой қазір, талсынады ғой қазір, қойсай ондайды. Құлатады сонда, тез. Қаш шабам, шауып құлатам. Маған бәрі бір қазір, басқа талға мініп алып, жүре берем, түспеймін мен. Білесің ғой мен, бір талға мінсем қандай екен. Сендер болмаса, орманға барып қырылсаңдаршы. Сен не жұмысың бар? Алдындағы сен жағаласып тұрған бала емессің ба? Мынау сені шақырды ма? Екеуің бір білең танисыңдар ма әлде? Мағұрат, бекер араластың ғой. Құршы сен, бәрден шаршатып бітірдіңдер мен. Үйге келіп теріс қарап жатып қалады, адаммен сөйлеспейді. Сағат 6-та келу керек жұмысынан, сағат 9-да келеді, білмеймін не істейтін. Айлық алса болды түк, жинай береді айлығын. Бір гүл әкеп берсе болады, бір гүл. Қолсына ма? Бір қыздармен қыдырып қайтайын десем, вообще жібермейді, тергеп сұрап. Мен сонда не, демалмайын ба? Саған бір сұрақ қойсам бола ма? Қандай сұрақ?
Дәл қазір күйеуің абыройы не болды қазір? Айтып тұрған проблемаларыңның бәріне маңызды ғой күйеуің абыройы. Білем ғой. Бірақ өз ойын соған жеткізіп тұрған. Просто тыныштық бер. Мүмкін күйеуің сағат 6-да жұмыстан шығып, бір көлдің жағасына барып, деп бір күрсініп келетін шығар. Benim ayet rozatım bile var mı? Görmeyedim işte. Тұр шол. Кет. Алло, қалайсың ботам? Жақсы. Ой, менен ең бар өзің қалың киінсей. Енді қыз ғой бәрі жаурайсың ғой. Айтпақшы бір нәрсені байқадың ба? Екеуміз бірінші рет телефонмен сөйлесіп тұрмыз ғой. Тарихта қалатын күн болды ғой. Жарайды онда. Барғаннан кейін әңгімелесеміз, е? Алло? Ана телефон тауып алдым ғой. Нұрсаттағы Гроссетто деген көшедем. Ондай да көше әлі бар екен ғой. Болды я бауырым, күтем ғой. Байқамай түсіріп алған шығарсың, Все, күтем, келе бер. Сүйіншісі бар ма? Қойып қойды. Бар шығар. Бауырым, телефон ба? Ассалаумағалейкем. Кеше бір. Қақтанан мынаны? Тауып алдым. Қой! Шынымен тауып алдым. Қалай тауып аласыңдар? Қалтамды жыртып алғасыңдар ғой, жыртып. Қой, маған өйтіп бәлең жаппасы. Құдайдан қорқсаңдаршы, хачап, құдайдан қорқсаңдаршы. Тауып алдым деп тұрмын ғой. Өтірім соқпай. Тарт қолымды. Тартпайым қолымды. Ема. Жауап бересің ұрғаныңа? Жауап берем, Жауап бересің ғой? Қара, ана жердің бәрінде камера тұр. Қараға көрсетем саған. Алло, полиция ма бұл? Телефонды ұрып атып алған ғой? Әреңіз деп тапқаным сол, düşемен деп ұрып атыр ғой нәрсеге. Жазам. Ол жағын, Қай көше болғанда? Нұрсаттағы Гроссетто көшесі ғой? Тез келіңіздерші, өтініш. Тез келіңіздер. Көрсетейін оған. Қара. Қазір қара. Ассалаумағалейкум достар, фильм ұнады деген үміттеміз. Дәл қазір менің личкама немесе комментарийға Каспи номерлерін жазыңыздар, ақша таратамыз. Қазір шарттарын түсіндірем. Естеріңізде болса, 200 мың қаралымға жеткен кезде 8 серия келесі серияны шығарамыз деген едік, бірақ өкінішке орай 200 мың просмотрға жетпей қалды. Комментарий оқып қарайтын болсақ, әр 100 комментарийдің 99-ы жақсы пікір қалдырған. Ал адамдардан сұрақ көрген кезде көп адамдар біздің серияның бар екенін білмейді екен. Естейді, білмейді екенбіз, бірақ міндетті түрде үйге барып көрем деген сияқты
Сондықтан да шарттар былай, біздің киноның өздеріңізге ұнаған жерін үзіндісін қиып алып, TikTok немесе Instagram парақшаларыңызға саласыздар, және де мені белгілеп, одан кейін астына міндетті түрде киноның атын жазылу керек. Киноның аты және де қай серия екенін жазып салып, және де сол салған видеоларыңыз ретке шығып, 100 000 қаралымнан асатын болса, әр асқан адамға 5000 теңгеден жіберіп отыратын боламыз. Тек бір аптаға созылады, сондықтан да бүгіннен бастап салыңыздар. Бір аптаның ішінде мүмкін жинап қалуы мүмкін. Өйткені біздің өзіміздің парақшаларда 2 миллион, 3 миллионнан астам қаралым жинап жатыр, үзінділі. Сондықтан сіздерде де оңай деп ойлаймыз. Күтеміз, Құдай қаласа.